Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен бірlikte ОБТ математикадан келетін сәйкестендіруге байланысты есептер шығарамыз. 31-ші, 32, 33, 34, 35-ші есептер шығарамыз. Сонымен бірінші есеп. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Сендерге керекті есептерді шығаратын боламыз. Бірінші міне жазып аламын. 13-тің 4 дәрежесі, 11-тің 7 дәрежесі көбейтілген 5-тің 9 дәрежесі. Бөлімінде 13 көбейтілген 11-тің 6 дәрежесі. Бөлі көбейтуге ауыстырамыз да, мына орын ауысады екеуі. 13-тің 4 дәрежесі көбейтілген 11-тің 3 дәрежесі. Бөліміне 13-тің 6 дәрежесі көбейту 11-тің 4 дәрежесі көбейту 5-тің 8 дәрежесі. Осылай жарасты. Жинақтаймыз. 13-ті мына 13 дәреже 4 мына 4 екеуі қосып кетеді. 13-тің 8 дәрежесі болады. Көбейтілген. Енді 11 мына 11-ді қараймыз. 11 дәрежеде 3 мынада 3 7 екеуі қосып 10 болады. 5-тің 9 дәрежесі отыра береді. Бөлімде осылай мына 13 дәрежелі 1 мен 6 қосылып 13-тің 7 дәрежесі көбейтілген 11 аламыз. 11 дәрежелерін қосып береміз. 6 мен 4 11-дің 10 дәрежесі бар. Көбейтілген 5-тің 8 дәрежесі. Мінекей. Мына 8 кетеді, мына түгел кетеді. 11-дің 10 дәрежесі, 10-ды екеуін сызып тастаймыз. Мына 5-тің 8 дәрежесі полный кетеді, мына жерде дәреже кетеді. Сонда бізде қалады 13 көбейтілген 5 қалады. Ол 65-ке тең болады. Бірінші сұрағымыз жай бөлгіштердің қосындысы дейді. Демек 65-дің жай бөлгіштері ол 5-ке бөлінеді. Ол 13 болады. 13-ті 13-ке бөлеміз, 1 болады. Демек жай бөлгіштер 5 қосу 13 болады. Екеуін қоссақ бізде 18 болады. Мен жауабым неге? Мына 18 жазасыңдар. Келесі цифрлардың қосындысы 65. Ол 6 қосу 5. Ол не? Бізде 11-ге тең болады. Мен 11-ге мына болады. Мен мынаған 11 жазасыңдар. Түсінікті. Келесі тапсырма. Y-тің 5x, x-тің 5 дәрежесі минус 5x функциясының x нүктелерін тауып сәйкестендіріңіз дейді. Туындаламыз бірінші. Дәреже алдына түседі, 5 дәреже 1-ге азаяды. 5x туысы 5-ке тең болады. Енді соның нөлдерін табамыз. Тең болады 0-ге, 5 шыға жібереміз. x 4 дәреже минус 1 болады. Демек, қысқаша көбейту формуласы мынандай. a квадрат минус v квадрат ол тең болады. Жақша ішінде a минус v a плюс b деген формула. Соны қолданамыз. X квадрат минус 1 x квадрат плюс 1 тең. Мынаны дәл осындай мына формула шай жібереміз. 5x дәреже болмайды бұл жерде. X минус 1 x плюс 1 болады. Көбейтілген x квадрат плюс 1 тең болады. Нөлдерін табатын болсақ, x минус 1 тең 0, ол x тең 1-ге тең болады. Мына жерде x плюс 1 тең болады 0-ге, x тең болады минус 1-ге. x квадрат плюс 1 тең болады. Ол 0-ге тең болмайды. Бұлай жасана болады. 0 жоқ. Сызамыз. Демек біздің нүктелер не болды? Минус 1 мен 1 болды. Бұл жерде x квадраттардың бәрі оң. Мына 10 болғаннан кейін жақ плюс болады. Сандар қойып шығарсаң да болады. Енді естеріңде болсын. Плюстің оң жағындағы нүктесі, ол макс тең нүктесі болады барлық уақытта. Макс тең минус 1 болады. Мына екінші плюстің сол жағындағы нүктесі минимум нүктесі болады. X минимум нүктесі плюс 1 болады. Демек, x макс ол 1-ге тең, минус 1-ге тең болады. Минус 1. X минимум нүктесі ол плюс 1 болады. Ол мына жауап белгілесіне. Түсінікті. Түсінікті болсам, келесі тапсырма өтемін. Арифметик прогрессия 5-ші және 11-ші мүшелерінің қосындысы минус 0,2 тең. Демек, a5 плюс a11 екеуінің қосындысы не дейді? Минус 0,2 тең болады. Ал 4-ші және 10-ші мүшелерінің қосындысы. a4 плюс a10 ол тең болады 2,6-ға дейді. Демек, өрнектен жауаптарын сәйкестендір дейді. Жай жібереміз. Бізде мына формула бар. n-ші мүшесі a1 плюс n минус 1 d деген формула бар. Жақсы. Демек a5 дегеніміз a1 плюс 4-ті 1-ге
плюс А11 деген А1 плюс 10-ды болады. Ол деген болады минус 0,2 деген болады. А4 дегеніміз осындай. А1 3-ді плюс А10 дегеніміз А1 плюс 9-ды болады деген сөз. Ол 2,6 деген болады. Жақсы. Ұқсастарды біріктіреміз. 2А1 плюс 4-ді мен 10-ды қосып 14-ді болады. Ол тең минус 0,2 тең болады. 2А1 астында да 3-ді мен 9-ды қосылып 12-ді болады. Ол тең болады 2,6-ға. Мінекей. Енді әрқайсысын 2-ге бөліп шығатын болсақ, міне жалғасыңыздар. Бәрі 2 қысқартамыз ғой. А1 плюс 7-ді болады. Ал минус 0,2-ні бөлсең, ол минус 0,1 болады. 2-ге бөлеміз. А1 плюс 6-ды болады. 1,3 болады. Мінекей. Бұл дегеніміз, мынау бірінші формула бойынша, мына формула бойынша бізде А8-іміз минус 0,1 болады. Мынау А7 ол болады 1,3-ге. Мінекей. Енді дының формуласы, дын табатын болсақ, А8-ді азайтамыз А7-ге. Минус 0,1-ді азайтамыз 1,3-ге деген сөз. Немесе минус 1,4 болады. Демек айырма бізден минус 1,4-ге деген міне. Балдар. Енді А1 табуымыз керек. Қалағанына қоямыз жерімді. Мына біріншісіне қоя салайын. А1 бізде белгісіз 7 көбейтілген минус 1,4-ді дының орнына қойып жатырмын. Ол минус 1-ге тең болады. А1 тең минус 0,1 болады. Мына екеуін көбейтсек минус 9,8 шығады. Оның жаққа плюс өтеді. 9,8. А1 дегеніміз сонда 9,7 болады азайып. Жақсы. Енді мына жаққа бөлек бөліп қояқ. Бірінші А дегеніміз не? Ол не болды? А2 плюс А3. Формула бойынша жайатын болсақ А1 плюс Д, А3 дегеніміз А1 плюс 2-ді болады. А1-лерді қоссақ 2А1 болады, Д-лерді қоссақ 3-ді болады. Орнына қоямыз, бізде А1 деген белгілен. 2 көбейтілген 9,7 плюс 3 көбейтілген жақша ішіне минус 1,4 болады. Мына екеуін көбейтсек 14 бір ойда 18, 19,4 болады екен. Азайтамыз, екі терістен көреді ғой. 3-ге 1,4 көйтетін болсақ 4,2 болады. Екеу азайып 15,2 деген жауап аласа. Демек мына жауапқа 15,2 сәйкесінен. Келесі 3А3 плюс 2-ді. Жақсы. 3 көбейтілген А3 жаятын болсақ А1 плюс 2-ді да ол. Плюс 2-ді. Тең. Бұл жерді жақсан шамыз. 3А1 плюс 6-ді. Плюс 2-ді. Бірше өрнекте болады. Қышамда болады деген. А1 плюс 6-ді мен 2-ді қосылып 8-ді болады деген сөз. Орнына қоямыз. 3 көбейтілген А1 бізде 9,7 қосылған 8 көбейтілген жақша ішінде минус 1,4 болады. Тең. Демек 3,7-ні көбейтеміз. 9,7-ні 3 көбейтеміз деген. Бұл болады 21 екісі ойда 27, 29,1 болады деген. Азайды болады мынау. Азайды. 8 дедік 4, 32, 3 ойда 11,2 болады. Азайтамыз екеуін. Демек мынадан 9 болады, 9 шығады. 9 8-ге айленгенде 8 алу біріміз 7. Оны бірге тең 17,9 болады деген. Міне бұны жауап болады деген. Міне. 19,1-нан 17,17. 19. 17,1. Міне осы сәйкесіндесіздер. Түсінікті болса келесі тапсырма өтемін. Келесі. Енді ауданы белгіленген суреттегі тікбұрыш пен шаршы берілген мәліметтер бойынша белгісіз мәндерін анықтап жауаптарын сәйкестендіріңіз дейді. Демек жерде периметрлер мынау аудандар дейді. Демек S1 ауданы біз қабырғаны табуымыз керек. Мынаны x болады болса, мына қабырғаны x деп. 6x-іміз не отыр бізде 60-ға тең болады. Себебі тікбұрыш А ғой. Екі қабырғаны көбейтінсі. X-тен тең болады, 10-ға тең болады міне. Демек мынаның екінші жағы 10-ға тең қабырғасы. Бізге периметр керек, фабара. Периметр табатын болсақ,
2 көбейтілген 6 қосылған 10 болады. Демек мынада 16 шығады, 2 көбейтеміз, 32 болады деген сөз. 32. Демек шаршының да периметр 32 болады. P2. 32 тең. Мынаны жауап табылды, міне 32 болады. Қай жерде ғой? Мына вариантты таңдайсыз. Енді S2-ні табамыз. S2 дегеніміз бірінші мына қабырғаны тауып алайық шаршының. Мына периметр бұл жерде 32 отыр бұл жерде. Мына шартта айтып қойды периметр тең деп. Демек 4A тең болады 32-ге. A тең неге тең? 32-ні бөлеміз 4-ге. Бұл болады 8-ге тең болады. A 8-ге. Демек A квадрат ол жерде. A квадрат демек 8-дің квадрат деген сөз. Ол 64 болады. Міне 64. Мына біріншіге сәйкесіндесіз. Мінекей. Түсінікті. Келесі тапсырма. Так, мына түсінікті болса мен қайттан қойып жіберейін. Скриндеп алыңдар. Келесі тапсырма. Теңдеудің түбірлері x1, x2 болса сәйкестендіріңіз дейді. Жақсы. Бізде A неге тең дейді? 7-ге тең дейді. Мына жерге 7-ні қойып жетеміз неге. X квадрат минус 7x плюс 6 тең 0 болады. Бізден сұрап алды міне. Жақсы. Бірінші түбірлерінің қосындысы вет теоремасы бойынша 7-ге тең және түбірлерінің көбейтіндісі 6-ға тең. Демек жауаптан тікелей тауып алуға болады. x1, x2-ні тауып аламыз. Қоссаң 7, көбейтсең 6, 1 мен 6 болады. Енді x1 квадрат плюс x2 квадрат орнына қоямыз. 1-дің квадраты қосылған 6-ның квадраты. Ол тең болады неге? Мынау 1, 36, 2 қосып 37 болады. Міне 37-ге жоқ міне. Мынаған сәйкесіндіресің 37-ні. Мінекей. Келесі. B. Енді 5-ті қоямыз. X квадрат минус 5x плюс 6 тең болады неге? Бұнда осы x1 қосылған x2 тең болады 5-ге. Түбірлерінің қосындысы. Түбірлерінің қосындысы 5-ге тең. Түбірлерінің көбейтіндісі 6-ға тең болады деген сөз. Бұнда тікелей тауып аламыз. Вет теоремасы бойынша. Қоссаң 5, көбейтсең 6. Ол болады 2 мен 3. Сен 2, 3 қоссаң 5, 2, 3 көбейтсең 6. Формула тапқа сұраған нәрсені табамыз енді. Квадратын қосын 2-ның квадраты плюс квадрат. 3-дің квадраты. 4 қосылған 9, 13. Жауап неге? Мына сәйкесіндіресің 13 деген жауапты аласында. Демек есеміз соңғы видео сабағын аяқтаймыз. Егер видео ұнаған болса лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Егер тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.